Баршаңызға сәлем, менің қазақ тілінде жүргізілген дамытушы ойындар арнама қош келдіңіздер. Арнада кезекті видео геометриялық ағаш сандар. Бізге қажетті құралдар ақ қағаз және түрлі түсті қағаздар және де фломастер қажет болады. Көріп отырғандарыңыздай ағашты осылай салып алып, ішіне пішіндерді сызып аламыз және де түрлі түсті қағаздарға қиып аламыз. Балалар үстерін сәйкестендіріп, пішіндерді атап салып отырады. Бұл әрекет арқылы балалар геометриялық пішіндерді қайталаймыз және ұсақ қол моторикасын үйлестіруді дамытамыз. Өте қарапайым ойын түрі, яғни балабақша балаларына қолдануға болады. 3 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға арналған ойын түрі. Келесі ойын түрі, яғни жұбынтап түстерді тану. Бізге қажетті құралдар қатты картон және түрлі түсті фломастер және ақ қағаз қажет болады. Осылай етіп әдемі етіп сызып аламыз және түрлі түстерге бояп шығамыз. Балалар бір-бірінің үстіне қойып сәйкестендіріп, түстерді атап айтып есте сақтап отырады. Және де баланың жас ерекшелігіне қарай күрделі етіп жасасаңыздар болады. Бұл ойынның берер пайдасы баланың ой-өрісін, зейінін, түстерін қабылдауы және түс туралы түсінікті жетілдіреді. Және де көру арқылы есте сақтайды. Баланың зейінін тұрақтандырады. Сіздермен болған дамытушы ойындар, бұдан да қызықты видеолар көре аласыздар. Ол үшін тіркеліп кетіңіздер.